Қайырлы күн қыздар, сіздермен бірге Бота. Мен бүгін сіздерге осындай пышный, өте жұмсақ болып шығатын пончиктарды жасауды үйретемін. Видеоны көрмес бұрын каналыма тіркеліп және қоңырау шарды басуды ұмытпаңыздар. Жылыдан сәл ыстықтау сүтімізді 500 мл ыдысқа құйып аламыз. Оның үстінен 250 грамм қант саламыз. Қантымыздың үстінен 2 жұмыртқаны шағып қосамыз. Маргарин немесе сарымай болса да жарайды. 100 граммен маргарин қостым. Оның үстінен бір ас қасық дрожж саламыз. Ашытқымызды салып, алдын ала елеп алған ұнымызды саламыз дағыны жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болды. Енді бұны жылы жерге ашытуға қойып, 1,5-2 сағат бойына ашытып аламыз. Мінекей қамырымыз ашыды, осындай жұмсақ қамыр болып шығады. Енді оны бір осылай зуалаларға бөліп аламыз дағыны, бір зуаланы осы видеодағыдай етіп, қатты жұқаламай, орташа қалыңдықта жаясыздар. Қамырымызды кесу үшін мен осындай домалақ стаканды пайдаландым. Өзіңізге егер кесетін затыңыз болса, сонымен пайдалансаңыздар да болады. Өстіп видеодағыдай етіп домалақ етіп тоқаштар тәрізді кесіп аламыз. Пончиктарымыздың арасын ортасын тесік жасау үшін кетчуптың крышкасын пайдаландым. Өзіңізге ыңғайлы затпен осындай формаға келтіріп аласыздар, қыздар. Табамызды газге қойып, май құйып, майымызды жақсылап қыздырып аламыз. Қызған майымыздың үстіне пончиктарымызды салып, екі бетінде жақсылап қызартып, жан-жағын ауыстырып, осы видеодағыдай етіп қуырып алыңыздар. Қыздар, біздердің томпиған пончиктарымыз қып-қызыл болып пісіп шықты. Енді оның үстін әрлеу үшін мен сахарный пудра қолдандым. Егер өзіңіздің қалауыңызға қарай шоколадпен безендірсеңіздер де болады. Сіздер де жасап көріңіздер, балапандарыңызды қуантыңыздар. Сіздермен бірге болған Бота. Егер видео ұнаған болса, менің рецептім ұнаған болса, лайк басып, комментария басып, тіркелуді ұмытпаңыздар.